Жаңа жылдан бастап мазмұны жаңарған еңбек кодексі күшіне енеді. Өзгертулер енгізілген құжат қарапайым жұмысшыдан бастап студент тіпті зейнет жасына жақындаған мамандардың да мүддесін қорғауға қызмет етеді. Толығырақ бізбен студияға байланысқа шыққалы тұрған тілшіміз Ердәулет Байдуллаевтан білеміз. Ердәулет, жаңалықтарыңмен бөліссең. Қайырлы кеш, Қани. Бірінші кезекте студенттер үшін жағымды жаңалықты жеткізгім келеді. Өзгерістерге байланысты енді олар оқуын аяқтап жұмысқа тұрғанда сынақ мерзімінен өту міндетті емес. Көптеген кәсіпорындарда бұл талап 2 әрі кетсе 3 айдан аспайды. Сәйкесінше ол аяқталысымен жастар қайта жұмыссыз қалып жатады. Енді оның шешімі табылған сыңайлы. Работать ни в коем случае не может с ним расторгнуть. Кәсіпорындарға алғаш жұмысқа тұрған жастарға сынақ мерзімі деп шектеу жасауына тыйым салынды. Ол бірден қабылдау керек және міндетті түрде 2 жылға еңбек келісім шарты жасалуы тиіс. Мәселені зерттей келе осындай өзгерту енгіздік. Бұл шынында да жағымды ақпарат болды. Ердәулет, еңбек нарығында жұмыстан заңсыз қуылу, сонымен қатар өндірістік жарақат алу мәселесі де жиі кездеседі. Жаңа заңда осыған қатысты қандай да бір өзгерістер бар ма? Бұл мәселеде назардан тыс қалмапты. Жұмысшылар құқығын қорғау үшін жаңа жылдан бастап кәсіпорындарда туындаған мәселені қауіпсіздік кеңесі тексеретін болады. Оның құрамын еңбеккерлердің өзі бекітпек. Кеңес шығарған шешімді басшылық белгілі уақыт аралығында орындауға міндетті. Ал еңбек инспекторы техникалық қауіпсіздікті қадағалауды күшейтеді. Соңғы мәлімет 9 айдың қорытындысы бойынша бізде 9,5 мыңнан астам тексерулер жүргізілген. Оның ішінде 80% еңбек қатынастарына қатысты мәселелер, қалғандары еңбек қауіпсіздігі бар және жұмыспен қамту мәселелеріне қатысты. Сонымен қатар енді зейнетке шығуына 2 жыл қалған қызметкерлерді жұмыстан шығаруға тыйым салынды. Ешбір құжат рәсімдемей адамды еңбекке тартуға да болмайтындығы кодексте анық көрсетілген. Оны орындамағандар қомақты айыппұл төлейді. Ерекше бір жағдай құжаттың таныстырылымында 31 желтоқсанда демалыс күні ретінде жариялау туралы ұсыныс айтылды. Бұл пікір алдымен парламент депутаттарының қарауына жіберілуі керек. Егер мақұлданса, кім білсін, келер жылы демалыс болып қалуы әбден мүмкін. Ал әзірше биылғы 31 желтоқсан жұмыс күні ретінде қала бермек. Рахмет, бізбен тікелей байланысқа қосылған тілшіміз Ердәулет Байдуллаев болатын.